атым Аңсар. Біз бүгін ағасы мен қарындасы туралы хикаяны айтатын боламыз. Алдымен лайк басып каналыма тіркеліңдер. Сонда мені жоғалтып алмайсыңдар. Ал ендеше тыңдаңдар. Егер де сендердің әпкелерің, қарындастарың болса, оларды құрметтеңдер. Баяғыда бір жігіттің жалғыз аты болыпты. Ол бір жаққа кеткенде, қарындасы оның атын қарауылдайды екен. Бір күні қарындасы аттан көз жазып қапты. Ағасы ат қайда деп сұрапты. Кеткен білмей қалдым депті. Ағасы ашуланып, онда жоғал деп қарындасына қол тиеді. Қыз ағасына өкпелеп кетіп қалады. Бүйткен ағам бар болсын, одан да құсқа айналып кеткені дұрыс дейді. Сөйтіп ол бірден құсқа айналып кетті. Ертеңіне ағасы қарындасын іздеп шығады. Бір жалғыз ағаштың үстінен қарындасының киімдерін көріпті. Ағаштың бұтағында бір құс отыр екен. Жақындап қараса, әлгі құс көк деп дауыстапты. Құстың көк дегені сол көбе деген екен. Ағасы қарындасын танып, оны ренжіткеніне қатты өкініпті. Әлгі құсты жұрт көкек деп атайды. Достар, саған менің әңгімем ұнаса, лайк бас, достарыңмен бөліс. Келесі жолы мен саған тағы да қызықты хикаялар айтып беремін. Келесі кездескенше сау болыңдар. Білімді болып өсейік.